Ассалаумағалейкум ардақта ағайын, Қазспорт телеарнасының тұрақты көрермендері. Сіздердің назарларыңызда көкпардан жастар арасындағы 12-ші ел чемпионаты. Бұл чемпионат Ақтөбе қаласында өткен болатын. Бүгін тартысты бәсеке Әулиеата мен Алатау командаларының арасында өрбейді. Сонымен Әулиеата командасы мына тізімде өнер көрсетеді. Құрманбек Тұрғанбек, Самат Көкбосын, Дәулет Әбдәріп, Серік Тұрғынов, Айнабек Бердіқұлов, Бағдәулет Әбітай, Абай Ережеп, Ернар Жарылқасын, Жасылан Қожақұл, Жасылан Көмекбаев, Сержан Тілеуқұл және Ерсұлтан Әзімбаев. Ал олардың қарсыластары Алатау көкпар командасының өнері көрсететін жігіттерінің тізімі мынадай: Өмірбек Төлеев, Дулат Батырбеков, Ерболат Әбдіразақ, Сүлейсен Асыл Еспергенов, Сапарбек Мансурбаев, Ағдаурен Әбдірахман, Шерхан Сәбден, Бағдәулет Тәжібаев, Мұхамеджан Қадырхан, Айбек Дайрабай, Ернат Мәлімбай, Нұрби Тұрсынбеков. Әулиеата көкпар командасы Жамбыл облысының абыройы, өздеріңіз білесіздер. Жастарды тәрбиелейтін команданың жетекшісі Үмбет Күшікбаев ағамыз, ал команда жаттықтырушысы Құралов мырза. Ал ұлттық спорттың ақсақалы Дербіс Байділдаев, Алматының Алатау көкпар командасының жетекшісі, жаттықтырушысы Серік Құлбаев, ортадағы төреші Нұрхан Айтбаев, ұлттық дәрежедегі төреші, ал қапталдағы төрешілер Бақытжан Кенжебек, Ақылбек Қымызбаев және Ақылбек Меңдіғалиев. Сонымен көкпар жастар арасындағы басталуға жақын. Өздеріңізбен бірге ойынды тамашалайтын комментаторларыңыз әдеттегідей мен Қайырхан Мәулен. Жалпы бұл көкпарға 8 команда жиналған болатын елімізде. Ақтөбенің орталық ипподромында бас қосқан бұл жігіттер жастар арасындағы елдің чемпионы кім дейтін атақты сарапқа салған. Сонымен ортадағы төрешінің бірінші сықырығы бәсекенің басталғанын көрсетеді. Серке жерден 1 минуттың ішінде көтерілуге тиісті. Олай болмаған жағдайда ортада жекпе-жек сайысымен жалғасады. Жалпы қос команданың бұған дейінгі жеткен жетістіктерін саралайтын болсақ, қандай команда екенін көрсететін болсақ, тарихына үңілетін болсақ, Әулиеатаның өте мықты команда екенін өздеріңіз білесіздер. Алматылықтар да бүгінгі таңда осал емес десек те, қай команда жігіттерінің қандай дайындықпен келгенін осы ойын көрсететін болады. Бұған дейін Жамбыл облысы Ақтөбенің Тайбурыл командасын жеңген болатын. Сонымен тартысты бәсеке басталды. Дәл мәренің түбіне келіп, жамбылдықтар Серкені тастауға келгенде, алматылықтардың қорғанысы мықты боп, өздеріңізде көрдіңіздер. Абай Ережептің алғашқы салуға шақ қалғанын көрейік. Алматылықтардың алаңындағы шеңберде қалың дода басталды. Абай Ережеп қайтадан шықты, суырлап. Міне, қазір салым салуға шақ қалған сәт және салым ардақты ағайын. Өте тамаша. Абай Ережеп 1995 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпарын Байшуар деп атаған екен. Жамбыл облысының балуаны ойынның 2-ші минутында есепті ашты. Есеп 1-0. Жамбылдықтар әдегеннен алға бастап шықты. Тамаша. Шеңберде жатқан Серкені алудан басталады. Қайтадан ойын барса, бұл Серкеге кім бірінші жетеді екен? Міне, алматылықтар жеткен болатын, алайда ілгізбеді. Жылдамдық кедергі болса, екіншісіне қарсыласы кедергі болған жайы бар. Жалпы Алматы қаласының Алатау көкпар командасы жер-жерден мықты жігіттерді жинап, Дербіс Байділдаев ағамыз қаншама аптал азаматтардың басын қосып, осы
команданы құрып жастар арасындағы бәсекеге алып келген жайы бар. Жақсы ойын көрсетіп жүр жалпы. Бұған дейінгі ойнаған ойындарда ақтөбеліктермен көрсеткен ойындары енді керемет нәтиже болып, ойсырата жеңген бәсекелері аз десек те, ал Жамбыл облысы болса, жігіттердің өнерін білесіздер. Бұл жақтағы Жамбыл облысындағы Көкпардың мектебі өте ерекше қалыптасқан. Қазіргі таңда ұлттық құраманың сапында өнер көрсететін Әбуғали Әбжаппаров, Нұрдәулет Момынов, Жұлдызхан Тайырбеков, Бағлан Шырымбаев сынды мықты жігіттердің барлығы Датқа Мамытты да айтуға болады. Осы Әулиеатаның ересектер арасындағы командасының сапында өнер көрсетеді. Сондықтан сондай жігіттердің қолынан шыққан бұл жастар жамбылдықтардың сенімін ақтайды деуге толықтай құқымыз бар. Міне алматылық балуанның жерден серкені көтеруге тырысқанын көрдіңіздер. Нұрби Тұрсынбековтің. Алайда Алатаудың баласы серкені жерден көтеріп тақымға баса алған жоқ. Мұндай сәтті жамбылдықтар өте тиімді пайдалануға тырысады. Атты жетекке алып мінеке. Жасұлан Қожақұл қазір шабуылға шықты. Бірақ мынадай қорғаныста жүріп қақ жарып өтіп қарсыластарының арасынан салым салу қиынырақ шығар. Десек те міне мүмкіндік бар сияқты бұл жерде. Қабая. Шіркін. Біреу сан соқты. Біреуді сан соқтырғанына шаттануда. Әрине бұл ойын. Басты мақсат мәреге дұрыс жету. Шеңбердің қақ ортасына тастау серкені. Жамбылдықтардың әдемі шабуылын тамаша қорғаныспен тойтырған алматылықтарды көріп отырсыздар. Шіркін-ай, қандай тамаша тартысты бәсеке десеңізші. Өзі жерден серкені алып, тақымға басып, қаншама атты қорғаушылардың арасынан сытылып шығып, оны мәреге жеткізіп, салымды болудың өзін әрбір көкпаршы мәртебесін айтты, және соған әрбір көрерменнің көзінің тоятынын жақсы білесіздер. Осы арқылы делебесі қозған қазақтың бір жеңілдік балары сөзсіз. Шіркін, мына аттың мықтылығын қараңызшы. Бағдәулет Әбітай мен Ерболат Әбдіразақ. Айнабек Бердіқұлов шықты қазір. Айнабек Бердіқұлов шабуылда. Аттың тізгінін көрдіңіздер, қалай бұрғанын. Міне бар жылдамдығымен мәреге қарай. Шіркін-ай, қалай тез шауып өтті. Міне жалғыз өзі келе жатқан сәт. Қазір атты бәсеңде салу керек. Және дәл мәренің ортасында серке. Салым ардақтағайын. Айнабек Бердіқұловтың салымы. 1997 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпарды құлагер деп атапты. Жай атамаса керекті. Шабысынан көрдіңіздер шіркін. Жануардың қандай жылдамдықпен келген, және мәренің тұсына келген кезде жай ғана бір жаққа қарай қисая кетіп тұлпарда ыңғай танытып үстіндегі шабандозға. Міне тізгінді тартқан кезде дәл сол серкені ортаға түсе қалатын білгендей ғой шіркін. Тамаша салым. Ойынның 8-ші минутында осындай салымға қол жеткізген жамбылдықтарды біз құттықтаймыз әрине. Байқасаңыздар, шауып келіп, серкеге еңкейіп, серпе тартып, іле кеткен көкпаршыны көрген жоқпыз. Десекте додадан алып шығып жатыр. Жамбылдықтар бір бастаса қоймайтын әдеттері бар еді. Алайда алматылық жігіттердің де осал емес екенін көріп отырсыздар. Міне Сапарбек Мансурбаев қазір шабуылға шығуға керемет оқталған еді. Алайда
Абай Ережеп Байшубармен бұл шабуылды тойтарып, тіпті Серкені өзінің тақымына басып алған жайы бар. Бір орында тұрып, қалың доданы қалыптастырып ап, ақырын ғана атқа қамшыны басып жүрген жігіттерді көрмейсіз. Міне тамаша салым салуға мүмкіндік ет, бірақ мәре сызығының, яғни шеңбердің бел ортасында жетпеді. Сызыққа түсіп қалғанын көрдіңіздер. Көкпардың бұл қазір мүмкін қолданысқа енгізсек дейтін ережелерінің бірі. Қазандық жоқ. Алайда бұл әлі толықтай шешілмеген мәселе екенін біз айтқан болатынбыз. Міне бастады. Самат көп болсын. Ал Самат қара доллар деген аты астындағы шіркін. Мына қарагермен қараңыздаршы. Қалай шауып мәреге келе жатқанын. Алдынан қанша ойқастаса да, қос-қостап шықса да айналып өтуге ту сыртынан қалың доданың тырсып бағуда. Міне шыққан кезі қазір. Салу кереген таста шіркін. Ай, бәрекелді. Салым ардақты ағайын. Самат көп болсын. 1997 жыл туған жап-жас сабандоз астындағы тұлпарын қара доллар деп атаған екен. Ойынның 11 минутында осылай тамаша салымға қол жеткізді. Тамаша. Жарайсыңнан басқа айтар жоқ. Әуелгі салымның авторы Абай Ережеп атты жетекке алып жәрдемге келген екен. Міне командалық жұмыс, командалық ойын, бірін-бірі түсінуі осындайдан басталады. Шіркін, мынау әдемі көрініс болушы еді кеткенде. Бірақ ол олқылықтың орнын толтырды қазір Ернар Жарылқасын. Алайда Серкені ойын алаңның сыртына тастап кеткен жайы бар. Тура сызықтың үстінде жатыр. Дегенмен басым бөлігі сыртта, сондықтан ортада жекпе-жек сайысымен жалғасатын болады бәсеке. Айнабек Бердіқұлов міне. Серкенің жерден бірден көтеріп алғанын көрдіңіздер. Ерболат Әбдіразақ болды қарсыласа. Айнабек Бердіқұлов та осының алдында екінші салымның авторы атанған. Қазірде салым салуға бара жатқан сәт және құлагермен келіп тағы бір салымға қол жеткізді. Шіркін-ай, не деген тартыс ойын болып жатыр. Бір салымның артынан соң бір салым. Бәрекелді жамбылдықтарды құттықтаймыз. Айнабек Бердіқұлов тағы да таныстыра кетейік. 1997 жыл туған шабандоз ойынның 14 минуты 13 секундында осындай бір тамаша салымға қол жеткізді. Жамбылдықтар енді мұнымен тоқтап қалмайтын шығар дейтін ой бар. Алматылықтарға қарымта шабуыл жасау керек. Жерден Серкені көтеріп қоя салу мақсат емес. Шеңберге апарып тастап, дәл ортасына түсіріп, абыройды асқақтатқанға не жетсін шіркін. Қап. Абай Ережеп қазір аттан құлаған сәтін көрдіңіздер. Тағы бір ойыншы түсіп қалды. Осындай сәттер тамаша пайдалану керек қой енді алматылықтарға. Міне Абай Ережеп келіп ойынға қайта араласып жатыр. Шіркін-ай, Сержан Тілеуқұлдың күшін қараңыздаршы. Жасұлан Көмекбаев екеуі. Міне тамаша салымға мүмкіндік ет. Және әдем салым төреше есептеді. Абай Ережеп 1995 жыл туған шабандоз астындағы тұлпарын Байшубар деп таныстырдық. Түрі де түсі де бөлектеу екен көп аттың ішінде, сондықтан ажырату қиын емес секілді. Есеп 5-0 ардақты ағайын. Алматылықтар қозғалмаса болмайды. Жамбылдықтардың тоқтар түрі жоқ, жол беретінде ойы жоқ сияқты.
Дәл сызықтың түбінде қалың дода болғанын көрдіңіздер. Нәтижесінде Серкені ойын алаңының сыртына шығарып жіберді. Енді ортада ары қарай жекпе-жек сайысымен жалғасатын болады. Бәсеке Нұрхан Айтбаев баста дейтін пәрменді берді. Ерболат Әбдіразақ тағы да алматылық балуан. Оның қарсыласы Айнабек Бердіқұлов. Қос балуан жекпе-жектің бәрін өздері атқаруға бел буған сыңайлы. Міне, тағы да кетті Серкені тақымға басып. Айнабек Бердіқұлов. Қараңыздаршы, келді ғой, енді салу керек. Жоқ. Дәл сызықтың түбінде қалды. Алматылықтардың алаңында жалғасады. Бәсеке міне қалың басталды. Серке жерге тасталды. Көкпар міне басталды дегендей. Қайтадан жамбылдықтар тақымға басқан Серкені. Самат Көкбосынның тақымында еді, бірақ бұл жерде төреші салымның болмағанын көрсеткендей. Қазір неге екенін түсіндіріпті жатыр. Алматылықтар алаңында қайтадан Серкеге талас басталып кетті. Жамбылдықтар шіркін көзілестірмес жылдамдықпен қимылдап жатқанын көріп отырсыздар. Жасұлан Серкен тақымға басты және салым ардақтағай. Керемет. Жасұлан Қожақұл ардақтағай. 1997 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпарын шағылған деп атапты. Тауым шағылмасын дейтін тілек білдіреміз балуанға. Керемет салымның авторы болды шынында. Жалпы бұл осы 6-шы салым. Жамбылдықтардың тарапынан жасалған. Алматылықтар әзірге қоржындар бос. Есеп 6-0 әулеті алда. Алғашқы тайм осылайша қорытындыланды. Екінші кезеңнің нәтижесін өздеріңізбен бірге сәлден кейін көретін боламыз. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендеріміз болса, бұл Ақтөбе қаласында орталық ипподромда өткен көкпардан жастар арасындағы ел чемпионаты 21 жасқа дейінгі тепсек темірізіп тұрған жігіттер ойынды бастады. Салым ба? Жоқ. Нұрхан Айтбаев ортадағы төреші. Шіркінай, Айнабек Бердіқұлов жалғыз өзақ келіп салымға қол жеткізе алмау. Әрине қынжылтатын дүние десек те бәрі де болады. Спорт, асығыстық. Дегенмен жамбылдықтардың жіберетін есесі жоқ мұнда. 6-0 есебімен алда келеді. Қайтадан ойынның қыза түскенін көріп отырсыздар. Алматылықтар екінші таймда жаңа леппен кірген сияқты еді, бірақ ойын алаңының сыртына шығып кетті. Төрешінің ысқырығы ойынды тоқтатты. Сөйтеді Серкені ортадағы шеңберге алдырып, жекпе-жек сайысын бастайды. Міне жекпе-жек басталды. Дулат Батырбеков алматылықтардың тарапынан шыққан және
Ернар Жарылқасынды көрдік жамбылдықтардың үміті. Бірақ Дулат Батырбеков Серкені жерден бірінші болып көтерген еді. Десек те тақымға басуға әлде мүмкіндігі болмай жатыр. Жамбылдық балуандар берсең жолыңнан, бермесең қолыңнан тартып алам дейтін тактикамен бүгінгі бәсекеде өнер көрсетуде. Бірі жетекке алса, енді бірі екінші жағынан көмекке келіп. Қараңыздар, Дәулет Әбдәріптің тақымына Серкені салып берді. Қазанбас дейтін тұлпар астындағы атақта. Қалай болады екен? Міне салым салуға мүмкіндік, бірақ аттың өзінің тұяғына жаншылып қалғанын көрдіңіздер Серкенің. Шіркін-ай, сәл ғана қиыс баспағанда ғой, онда бір 7-ші салымға қол жеткізетін еді жамбылдықтар. Қайтеміз. Бұйырған кетпейді, қуған жетпейді дейтіні қазақтың осыдан шығар. Абай Ережеп қайта бастады. Тағы да салым жоқ. Бір ортаға дөп салмадық қой екінші таймда. Мұндай қателіктерді қатарынан жібере беруге болмайды. Міне қазір Айнабек Бердіқұлов пен Абай Ережеп жалпы бүгінгі бәсекеде өте керемет өнер көрсетіп жатыр. Тағы да Серкен Айнабек тақымдап алған. Маңына жуытпай жүр ғой шіркін қорғаушыларда. Астындағы құлагері шынымен де жүйріктің жүйрігі екен, жеткізбей кетеді. Қараңыздар, қандай жүрісті. Енді желе жұрт шабу керек. Керемет салым ардақтағы. Айнабек Бердіқұлов тағы да 1997 жыл туған шабандоз. Жамбыл облысының қоржынына 7-ші салымды әкеп тастады. Ойынның 25-ші минут өтіп жатқанда керемет, айтарға сөз жоқ. Алматылықтардың қорғаныстан қойы тимей кеткен сияқты. Оның өзінде де қорғаныс қарқ болмай жатыр. Жарып өткен жамбылдықтар мүмкіндік бар кездің барлығында салым салуға тырысуда. Құрманбек Тұрғанбек міне Серкені алды және тағы бір салым салды дегенге келем екен. Төрешіне дейді. Жоқ. Салым жоқ. Себебі сызықтың дәл түбінде жатқанын бізде сізде көрдік ағайын. Төрешінің шешімі бұл салымды жоққа шығарды. Алматылықтардың алаңында өздеріне тиесілі шеңберде тартыс басталды. Көкпарды кім алады екен? Тағы да Құрманбек. Команданың капитаны, ең белді ойыншысы. Қараңыздар, ересектер арасында өте ерекше өнер көрсетіп жүрген палуан Құрманбек, талантты, өте дәл осы күй өзі салар ма екен, әлде әріптесінің көмегіне жүгінер ме екен? Міне кетті. Бір қорғаушының әдемі өткенін көрдіңіздер, екінші қорғаушы тасыда қалды. Ашықтан ашық. Енді асықпай салым салуға көшу керек. Барынша. Ай, бәрекелді. Қараңыздар, шеберлік қой енді, расымен. Құрманбек Тұрғанбек, жарайсың. 1997 жыл туған жап-жас палуан. Дәл осындайда
жүсіп баласағының жылға сайып атпақ болса өте алмассың, жастан шыққан жүйрікке жете алмассың дейтін сөзді ойға орала кетеді екен. Бәрекелді. Ойынның 27-ші минуты осылай бір салыммен жемісті аяқталды жамбылдықтар үшін. Еңкейгеннен кейін алу керек қой шіркін Серкені. Міне, Жасұлан Қожақұл қазір Серкен жерден көтеріп бірден тақымға басып алғанын көрдіңіздер. Мәреге қарай өткір шабуылдың өтіне шықты. Міне қазір сол қапталында қалып қойғанын көрдіңіз. Қорғаушының салым салуға мүмкіндік бар сияқты. Көрейік, кәне, тастау керек енді. Бәрекелді. Дәл қақ ортасына түскенін көрдіңіз мәренің. Жасұлан Қожақұл, жарайсың. 1997 жыл туған шабандоз бұл да шағылған дейтін тұлпар астында. Өтінімде тапсырыста дәл осылай жазылған. Ойынның 29-шы минутын асырып барып, керемет салымға қол жеткізді. Алматылықтар 10 минут қана уақыт бар. Тым болмағанда бос қоржынмен қайтпауға тырысу керек. Енді жете алмаса ақиқат. Міне алды. Серкен жерден көтерді. Тамаша мүмкіндік, әдемі сытылып шыққанын көрдіңіздер. Сапарбек Мансурбаев. Шабуыл әдемі. Қабая, арена айналып өтіп кетті. Командалық әріптесіне созып Серкені көмек сұрауға тиісті. Жамбылдықтар мүмкіндікті беріп еді. Міне соған қол жеткізді. Сапарбек Мансурбаев ардақты ағайындар. 1997 жыл туған шабандоз, Дәутор дейтін ат қойған екен тұлпарына. Ойынның 31-ші минутында әйтеуір қоржынға бір салымды салды. Жамбылдың жігіттері де мүмкіндік жасаған сияқты өздері де. Әрине меселі қайтпасын дегені болар. Нұрхан Айтбаевтың салым дейтін белгісін көрдік. Сапарбек Мансурбаев қайта кірісті. Бірақ ілінбей қалды. Қараңыздар шіркін, Абай Ережептің қалай тартатынын көріп барды. Не деген мықтылық. Ортада жекпе-жек сайысы. Самат көп болсын, Сапарбек Мансурбаев. Дулат Батырбеков міне. Серкен тақымға басқан, алайда төреші Абай Ережепті қазір қаранарға отырғызды. Аттың алқыммен соққы жасаған үшін. Алматылықтар осындай тамаша мүмкіндік пайдалану керек. 3-4 ойын көрсетуде қазір. Мені кіру керек осылай жарып додана. Дәулет Әбдәріптің тақымында Серке. Міне. Ал кетті шабуылға. Боз тұлпармен шіркін қараңыздар. Ашықтан ашық бұл салым болуға тиісті. Төрешінің салым дейтін белгісін көрдік. Жарайсыңдар жігіттер. Бұл салымның авторы Дәулет Әбдәрі бардақта ғайын. 1997 жыл туған шабандоз бұлда. Қазанбас дейтін тұлпарымен Жамбыл облысының пайдасына ойынның 33-ші минутында тағы бір салым салды. Тамаша.
Есеп әзірге 10-1. Жамбыл жігіттері алда келеді. Шеңберге Серген тастатты да төреші Нұрхан Айтбаев ойынды бастаңдар деп белгі берді. Қазір тағы да ереже бұзылған сияқты тоқтағанына байланысты ойын. Алаңның ту сыртына тағы бір спортшыны қуды. Өздеріңізді көрдіңіздер. Сөйтті де ойынды ары қарай жалғады. Жамбылдықтарда 2 ойыншы қалды. Алматылықтарға тамаша мүмкіндік бұл. Әрбір сәт сайын туа бермейді. Соның өзінде шіркін-ай, Ерсұлтан Әзімбаев міне. Серкені тақымға басып алғанын көрдіңіздер. 2 ойыншы болса да дес берер емес. Осы кезде тартып алу керек міне. Жабысу керек осындайда мінекей. Шіркін-ай. Ерсұлтан Әзімбаевтың шеберлігі ғой бұл дейді. Жалғыз өзі шабуылға ластырды. Керемет бастаманы. Алматылықтардың бәрі соңында жүр. Әй, қап. Асығыстық танытты ғой деймін шамасы. Әйтпесе тамаша салымақ болып тұрған жер еді. Алматылықтар бұлай босаңсуға болмайды. Міне, айтып ауыр жиғанымша шабуыл бастаған сияқты, бірақ Серкені алып ойын алаңның сыртына шығып кетті. Ортада жекпе-жек сайысы болады. Көрейік кімнің мерей үстем болатынын. 4-2 ойнап жатыр қазір жамбылдықтар. Бастады. Міне алматылықтар Серкені өздерінің ығына қарай тартуда. Нәтижесінде алматылықтардың Серкесі тақымы Серкемен толып тұр қазір. Енді соны салымға ластыру қажет. Тағы да бұл жолы Серке Дулат Батырбековтың тақымында сыңайлы. Жылдамдықты қосу керек. Міне енді кетті шабуылға тамаша. Осындай әдемі сәтті күтіп тұрған сыңайлы. Ал кеттік. Салымға лалсар мекен. Тастады және салым ардақты ағайын. Дулат Батырбеков 1997 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпарын Тасширен деп атаған екен. Мінекей Алатау көкпар командасының палуаны ойынның 38-ші минутында осылайша бір салымға қол жеткізді. Тамаша Дулат. Керемет. Тым болмағанда 2 салыммен қайтатын болды Алатауға. Ойынның соңғы минуттары жүріп жатыр. Шаққалды аяқталуға да жамбылдықтардың қатары 3-ге көбейді. Міне шіркін алматылықтар ойынды енді бастаған сияқты. Сапарбек Мансурбаев Серкен тақымға басқан Сүлейсен Асыл Еспергеновке қазір ұзатты Серкені. Шабуылға бастаған болатын, алайда Серік Тұрғынов қайтадан шабуылды үзіп өзіне тақымына Серкені алып тағы бір салымға қол жеткізді. Ойынның 39-ші минутында Арман Қара дейтін тұлпарымен Серік Тұрғынов 1995 жыл туған шабандоз Жамбыл облысының боржын тағы бір салыммен толықтырды. Есеп 11-2.
осымен өздік ойын аяқталатын шығар. Соңғы секундтар қазір Төлешінің ысқырығынан кейін басталады. Шіркін жамбылдықтар бүгін армансыз салымдарға қол жеткізді. Абай Ережеп, Айнабек Бердіқұлов, Самат Көпбосын, Жасұлан Қожақұл, Құрманбек Тұрғанбек, Дәулет Әбдәріп, Серік Тұрғынов сынды жігіттер арасында қос-қостан салым салғандары бар. 11-де 2 есебімен бүгінгі ойынды аяқтады. Алатаудың жігіттеріне қынжылатын ештеңе жоқ. Алда әлі талай жарыстардың төрінде тамаша өнер көрсетеді дейтін сеніміміз мол ардақтағайын. Жамбылдықтарды бұл жеңісімен құттықтаймыз. Бұл Қазспорт телеарнасының эфиріндегі Көкпар бағдарламасы ардақтағайын. Бағдарламаның режиссерлары Руслан Дәулетов және Жарқын Барақбаев. Ал бәсекені өздеріңізбен бірге тамашалаған комментаторларыңыз әдеттегідей мен Қайырхан Мәулен. Ардақтағайын, ұлттық спорттың ұлт қуат екенін ұмытпағайсыздар. Қазір салымдардан әдемі қайталап көріністі бірге тамашалаймыз. Әрбір шаңырақта ұлттық спорттың ұйытқысы болып отырған Қазспорт қосулы тұрсын. Аман сау болыңыздар.